Сәлем достар, сіздермен бірге Олжас Менғали. Бүгінгі біздің тақырыбымыз балалардың кітапқа деген қызығушылығын қалай арттырамыз. Сонымен бұрынғы видеоларымызды қарайтын болсаңыздар, сіздер білесіздер, адамда екі қажеттілік бар. Біріншісі ол тамақ, екіншісі ол деген ақпарат. Екеуін тамақ ішкен кезде де және ақпарат қабылдаған кезде біздің ағзамыз дофамин деген гормонды өндіреді. Ол деген бізге қуанышты, бір жақсы көңіл күйге апарат осы дофамин. Өкінішке орай, кітап оқыған кезде бұл гормон өндірілмейді. Соған байланысты бұл күрделі құбылыс миға аса ұнамайды. Неге? Өйткені біріншіден әріптерді сөздерге айналдыру керек, сөздерді сөйлемдерге айналдыру керек, ал сөйлемдердің мағынасы мәні болу керек. Соған байланысты бұл нейробиологиялық жағынан болса да, нейрофизиологиялық жағынан болса да өте күрделі процесс. Бұл күрделі процесте адамның ағзасы аса ұнатпайды. Сіздер жақсы білесіздер, бұрынғы видеолардан, егерде адамның 100% қуатының 20%-ын мына миымыз пайдаланылады. Миымыздың осындай 20% қуатты алатын қасиеті бар. Және біздің миымыз біріншіден баяу болады, екіншіден жалғау болады. Енді не істеуге болады бұл жөнінде? Қалай балаларды біз енді қызығушылығын арттырамыз? Осы күрделі нейробиологиялық және нейрофизиологиялық құбылысқа қалай қызығушылығын арттырамыз? Бұл жердегі біріншіден сіз өзіңіз не істеу керексіз? Кітапқа деген қызығушылығыңыз мықты болу керек. Не сіздің, не әкесінің, не анасының, не әкпе, не қарындас, не інісінің, не ағасының міндетті түрде қызығушылығы қатты болу. Соны көреді. Бала деген көргеннен кейін, бала көрген нәрсесін істейді, естіген нәрсесін істемейді. Сіздер білесіздер, бұрынғы видеолардан көздің нейрондары мықты, ал құлақтың нейрондары кішкене осал болады. 20 есе осал болады. Сіздер білесіздер, бұрынғы видеолардың айтқан кезде Джакомо Риццолати деген ғалымның айтуы бойынша көз нейрондары, мысалы сіз бір нәрсені көретін болсаңыз, оны міндетті түрде сіздің миыңыз қайталайды. Келесі мәселе, балаңызға кешкісін өзіңіз оқыңыз. Күнделікті кешкісін сағат жатардың алдында әдемілеп бір ертегі немесе басқа да бір қызықты оқиғаларды, өмірдің бір қызықты оқиғаларын, адаммен қатысты оқиғаларды айтып беріңіз. Жануарлар анау-мынау аса қажет емес, көбінесе балалар деген адамның оқиғаларына өте қызығады. Осыны ақырындап оған оқып беріңіздер. Сонда Иван Петрович Павловтың айтуы бойынша динамикалық стереотип дейді, немесе шартты рефлекс сол балада ақырындап қалыптасады. Күнделікті әдетке айналғаннан кейін ол ақырындап өзі сұрайды. Сұраған кезде кітапқа сайдасы өзің оқып ал, немесе екеуміз бірге оқиық, бір бетін мен оқимын, бір бетін сен оқисың деп балаларға нетесіздер, солай ақырында үйретесіздер. Ең бастысы бұл жердегі тұрақты түрде кішкентай кезінен бастап ақырындап осы дағдыны қалыптастыру керек. Естеріңізде болсын, тағы да бір ескертем, оқу, бір нәрсені оқу, ол қиын нейробиологиялық және нейрофизиологиялық құбылыс. Ол әріптерді сөздерге айналдыру керек, сөздерді сөйлемдерге айналдыру керек, ал сөйлемдерді бір мағына, мәнге айналдыру керек. Ол өте күрделі нәрсе, және біздің баяу және жалқау миымыз бұған мұқтаж емес. Ол дайын нәрсені жей салғанын ұнатады. Дайын нәрсе ме? Ықшамдалған нәрсе. Кезінде мысалы біз деген қандай да ақпарат болса, оны кітаптан ақтарып, оны шұқып, оны бір 265-ші бетінде ғана түсінетіміз. Қазір деген Google-ға кіресің, тересің, бәрі дайын. Сол себепті миыңыз аса дамымайды. Тағы да бір ескертем, бұрынғы видеолардан сіздер білесіздер, адамның миы 25 жасқа дейін қалыптасады. 1 жастағы дағдарыс, 3 жастағы дағдарыс, 7 жастағы дағдарыс, 10-11 жастағы дағдарыс, пубертат деген сияқты. Сондай нәрселер. 25 жаста мына маңдайдың артқы жағында префронтальная кора головного мозга деген сол қалыптасады. Оның ең басты мақсаты ол тежеу. Көптеген нәрселер тежеуге өзінің ықпалын тигізеді. Сол себепті міндетті түрде ғылыми жолды пайдаланыңыз және балаларыңыздың кітапқа деген қызығушылығын арттыруға тырысыңыздар. Каналдағы видео орнайтын болса лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, шама шарқыма сәйкес жауап беруге тырысамын. Жақсылықта кездесейік, сау, сәлемет болыңыздар.